Барлықтарыңызға сәлем. Қыздар, бүгін біз итальянский меренгадағы макаронсты жасап үйренетін боламыз. Бұл макаронстардың ішіндегі ең оңай әрі күшті түрі. Ал кеттік іске, кірісейік. Бізге ең бірінші 180 грамм миндальный мука керек. Кондитерлік дүкендерде арнайы осы макаронсқа арналған түрі болады, миндальный муканың. Ол дегеніміз құрғақ болып келеді. Прям кәдімгідей бір-бірінен ажыратылып тұрып, жақсы болып тұрады. Влажный түрлер болады, ол бірақ макаронсқа келмейді. Миндальный муканы біз ситадан 2-3 рет өткізіп аламыз, сол кезінде кислородқа байытылып, қазір бізде макаронс өте жақсы шығатын болады. Және макаронста тағы бір қағида, бүкіл заттардың барлығы қандай грамм деп тұр, сондай граммен жасауларыңыз керек. 1 грамм артық не кем болмау керек. Бұл өте маңызды болып саналады. Ситадан өткен миндальный муканың үстіне 130 грамм сахарный пудра қосамыз. Бұл жерде де екеуін қосып болғаннан кейін біркелкі қылып араластырып шығамыз. Содан кейін тағы да бір рет ситадан өткізіп жіберсеңіздер болады. Енді ол жағы өз еркілеріңізде. Силиконды лопаткамен жұмыс жасаймыз, қыздар. Және де миндальный мукамен осы сахарный пудра екеуі толыққанды араласуы қажет. Ескеріп қойыңыздар осыны. Енді басқа бір ыдысқа біз 110 грамм бөлме температурасындағы жұмыртқаның белогын аламыз. Сарыуыз мүлдем какой-то бір миллиграмм болса да қосылмау керек белокқа. Және де 110 граммнан төмен немесе наоборот көп болмау керек. Прям точ в точ болу керек. Барлығын кәдімгідей граммдап өлшеп отырып, егер артық болатын болса, осылай алып тастайсыздар. Қасықпен алып тастасаңыздар, кішкене оңайырақ болады өздеріңізге. Бұл жерде бізде қараңыздар, 110 грамм белоктың 55 граммы меренгаға керек болады, ал 55 граммы осы миндальный мука мен сахарный пудраға қосуға керек болады. Сондықтан 110 граммды өлшеп алғаннан кейін ақырын абайлап миндальный муканың үстіне 55 граммын салсаңыздар болады. Бірақ белокпен жұмыс жасау өте қиын болғаннан кейін, егер бірден көп салынып кетеді деген қорқыныш болатын болса, басқа ыдысқа істеп алсаңыздар болады. Енді осыны лопаткамен ары-бері араластырамыз. Қыздар, бұл жерде лопаткамен болғанның өзінде де, егер лопатка осал болатын болса, сынып кету қаупі бар, өйткені біраз күшті талап етеді бұл зат. Толыққанды араластырып, пластилин сияқты масса шығарамыз. Міне видеодан көріп тұрсыздар өздеріңіз, осындай масса шығады. Енді осы толыққанды осылай пластилин сияқты болғаннан кейін бір шетке қойып қоямыз да, меренга жасауға кірісеміз. Бұл жерде бізде 150 грамм қант керек. Осындай сотейникті аласыздар, асты қалыңдау болу керек, қыздар. Өйткені қазір біз бұны қайнатамыз, сол кезінде егер асты жұқа болса, қантымыз күйіп кетуі мүмкін. Осының үстіне 37 грамм суды құямыз, сосын газдың үстіне отқа қоямыз. Біз осы қант пен су толыққанды еріп, қайнап бастайды. Бізге термометр қажет болады. Сол термометр арқылы 115 градусқа дейін қайнатамыз. 115 градусқа жеткен уақытта сіздер екінші қолдарыңызбен меренганы жасап бастайтын боласыздар. Яғни біз қазір итальянский меренга жасап жатырмыз. Екінші жаққа белокты және де лимонная кислотаны салып, 115 градусқа сироп жеткен уақыттан бастап миксерлеп бастайсыздар. Оған дейін тиіспейсіздер. Сосын андай көпіршік пайда болады ғой, меренгада пена сияқты болып. Сол моментте сіздер сиропты аласыздар да құясыздар. Сонда сироптың градусы 118 градусқа дейін жету қажет. Енді ақырын струйный дейді ғой, сондай қылып сиропты құямыз меренгаға, сөйтіп отырып араластырамыз. Толыққанды бүкіл сироптың барлығын құйып болып, одан кейін сіздер меренга, осы пена бар ғой, әппақ, сол 30 градусқа дейін жеткенше меренганы миксерлеп тұратын боласыздар. Шамамен 5-10 минуттай болатын шығар. Өзі меренга плотный болады. Сол уақытқа дейін біз миксерлейміз енді. Міне көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде макаронс өте капризный болып саналады жасалуы, бірақ жасасаңыздар үйреніп кетесіздер. Бұл жердегі сол граммдарына, потом ингредиенттердің құрғақтылығына және де температурасына, градусын қарасаңыздар болғаны. Міне осындай болып алған кезінде қолдарыңызбен ұзақ уақыт созылып тұру керек та, уже бізде меренга дайын деген сөз.
Енді бағана жасап қойған пластилин сияқтымыз бар ғой, соның үстіне аздан меренганы саламыз, сөйтеміз дағыны лопатканың көмегімен араластырамыз. Бұл да өте маңызды процесстердің бірі. Біраз қиын болады, шынымды айтайын қыздар, өйткені араласуы қиын ғой, өзіңіз ойлаңызшы, пластилин сияқты плотный затты алып меренгаға араластырған кезінде ол біркелкі масса болғанға дейін біраз уақыт кәдімгідей жұмыс жасау керек болады. Қолыңыз сәл талса да ештеңе қылмайды. Осылай сағат тілмен ары бері басыңқырап отырып видеодағыдай араластырасыздар. Сөйтіп аз-аздан меренганы салып, толыққанды меренга салынып біткенге дейін осылай істейсіз. Процесс осылай болады. Және дәл осы процесте дайын болғанын білу үшін біз осы полностью араластырып болғаннан кейін лопаткамен аламыз дағыны ақырын жүргізіп шығамыз. Қазір сіздерге көрсетем. Міне қараңыздар, бізде уже дайын болды. Міне лопаткамен осылай жүргізген кезінде үзілместен осындай волна болып түсу керек та, сол кезінде бізде уже масса дайын деген сөз. Тағы да айтып кететін нәрсе, егер де бояу қосатын болсаңыздар, гелевый бояу қолданғандарыңыз дұрыс болады. Және осы моментте қосып жібересіздер қалаған түстеріңізді. Осы массаны аламыз да мешокқа саламыз, кондитерлік. Сосын уже жұмыс істей беруімізге болады. Кондитерлік дүкенге барсаңыздар, макаронсқа арналған өзі насадка болады. 1 сантиметрлік, 2 сантиметрлік деп бөлінеді. Сондай насадканы аласыздар, сонымен жұмыс жасаймыз. Міне осыны скрин етіп алып, барып сұрасаңыздар береді. Желательно бағана 1 сантиметрлік па, сондайын алғандарыңыз дұрыс болады. Енді бізде важный момент, бізде макаронсты жай пергамент бумагасында пісірмейміз, өйткені ол жарамайды мүлдем. Өзі арнайы макаронсқа арналған коврик болады. Немесе тефлоновый коврик деген болады, сондай алыңыздар. Сонымен жұмыс жасаймыз. Потом өзі, мына көріп тұрсыздар ма, насадканы тура ортасына қоямыз дағыны, қозғалмастан массаны шығарамыз, сосын барып кішкене айналдырып үзіп жібереміз. Сөйтіп бүкілін істеп шығамыз. Сосын ковриктің екі шетінен біраз сілкіп жіберсеңіздер, беті тегістелетін болады. Енді осыны біз бөлме температурасында жарты сағат, 1 сағатқа дейін кептіретін боламыз. Бұл важный процесс. Біз осы арқылы юбочканы шығаратын боламыз. Яғни, бұл қазір беті кебеді ғой бөлме температурасында тұрып. Сосын кейін духовкаға салған кезімізде ол қандай болады андай, ауа шықпайды да, күйіп тұрғаннан кейін бетіне. Сосын көтеріп келе жатады да, шықпағаннан кейін ауа астына қарата кетеді тағын, содан юбочка пайда болады. Кепкенін дайын екенін білу үшін, міне осылай бөлме температурасында тұрғаннан кейін басып көресіздер, ақырын, сол кезінде құрғақ болу керек қолдарыңыз, және де беті еш өзгеріссіз тұру керек, яғни жабыспау керек. Тағы да макаронстың екінші түрі, бұл жүрекше жасауларыңызға болады, мишка жасауға болады. Мишка жасауға арнайы өзі ковриктің суреті бар. Ал жүректі қазір мына видеода көріп тұрғандарыңыз сияқты жасай бересіздер. Өте оңай тож. Бұны да тож солай кептіресіздер. Одан кейін барып 110 градуста духовкада пісіреміз. 12-18 минутта пісіп қояды. Міне қараңыздар, міне уже пісіп жатыр, юбочка пайда болып. Одан кейін шығарамыз дағыны толыққанды суытамыз, қыздар. Сосын бөлме температурасына суығаннан кейін міне видеодағы сияқты коврикті сәл көтеріп барып аласыздар. Макаронсты бүйтіп қолдарыңызбен жұлып алуға болмайды мүлдем. Олай болатын болса макаронстарыңыз құрып қалады. Міне астыңғы жағы осындай болып көрінеді. Ішкі жағын почему-то түсірмеппін қыздар. Негізі макаронсты тістеген кезінде мясо дейді кәдімгідей, іші пустой болмау керек, қуыс болып тұрмау керек. Ал енді кремін жасаймыз. Кремін жасау үшін бізге 200 грамм ақ шоколад керек, және де 100 грамм сливкиді қайнағанша ысытамыз. Одан кейін ақ шоколадтың үстіне салып, шоколад екеуін араластырып ертеміз. Одан кейін пищевой пленкамен контакты қылып жауып қоямыз да 8 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. 8 сағаттан кейін холодильниктен аламыз, миксерлеп жібереміз, блендерлеп, взбивать етеміз. Одан кейін барып мешокқа саламыз да, міне видеода көрсетіп тұрған сияқты жасап шығамыз, яғни домаландырып, кальцо сияқты жасаймыз. Ал ішіне начинка салатын болсаңыздар, онда ортасын пустой қылып қалдырасыз, шетін ғана домаландырып жасайсыз да, одан кейін сол ортасына
бағанағы начинкаңызды салып жіберуге болады. Начинканы кез келген әртүрлі ягодыдан неше түрлі жасауға болады. Манго, смородина, мысалы мен қазір смородинамен жасап жатыр, малина сияқты кез келген дәмде жасай беруге болады. Потом макаронсты дайын болғаннан кейін біраз уақыт қойып, одан кейін жесеңіздер күшті болады, пропитация етіліп, прям дәмі керемет болып шығады. Міне бізде осы дайын болды. Енді біз бұны сақтауымыз құрғақ және де ауа кірмейтін ыдыста сақтауымыз керек. Ішіне начинка салып дайын болған макаронсты 3-4 күн сақтауға болады. Ал ішіне начинкасын, яғни кремін салмай істесеңіздер, ондай болса герметикалық ыдыста ауа өтпейтіндей қылып жауып, 1 айға дейін сақтауға болады. Холодильникте сақтайсыздар бірақ. Бастысы ішіне ауа өтпеуі қажет. Солай сақтай беріңіздер. Кейін керек кезінде ішіне крем начинкасын салып қолдана беретін боласыздар. Ас болсын қыздар, жасап жатсаңыздар, бөлісіңіздер, сториске салыңыздар, мені белгілеңіздер. Сіздерге сәттілік тілеймін.